Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге қолөнер арнасы. Бүгін сіздерге осындай телефон салғанға арналған осындай керемет сөмкенің тоқылу жолын көрсететін боламын. Видеоны көрмес бұрын арнама тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіздер. Бізге қажет заттар осындай 8-ші размердегі ақ жемшік қажет болады, және де 0,9-ші размердегі леска қажет болады. Бұл лескамен жұмыс жасағанға өте ыңғайлы және де қайшы. Ал енді сөмкемізді тоқуға кірісеміз. Ең алдымен лескамызды өзімізге керегінше етіп кесіп аламыз дағы. Осы лескамызға 4 моншақ өткіземіз. Өткізген моншағымызды ортаға қарай жылжытып, мына тұрған соңғы моншаққа крючок жасаймыз. Крючок біздің моншағымыздың жылжып кетпес үшін қолданылады. Екінші жақтағы лескамызды осы крючоктың ішінен өткізіп, бекітеміз. Мына тұрған крючокты моншақтың ортасына қарай тартып кіргізіп жібереміз. Сол кезде бізде осындай ромбик пайда болады. Ал енді бір жақ лескамызға 2 моншақ, бір жақ лескамызға 1 моншақ өткізіп, тағы да дәл осылай қайталаймыз. Екі моншақ тұрған лескамызға крючок жасаймыз. Мына тұрған соңғы моншағына крючок жасаймыз. Екінші жақтағы лескамызды осы крючоктың ішінен өткізіп, бекітеміз. Дәл осылай тағы да қайталаймыз. Бір жақ лескамызға 2 моншақ, бір жақ лескамызға 1 моншақ өткізіп, дәл осылай қайталап бекітетін боламыз. Дәл осылай енді 8 қатар тоқитын боламыз. Міне достар, қараңыздар, мен 7 қатар тоқыдым. Себебі 8-ші қатар ол бұрылатын жер болып саналады. Сол бұрылған жерді сіздерге көрсетейін деп шештім. Бұрылу үшін бір жақ лескамызға 3 моншақты бірден саламыз. Және де соңғысына крючок жасап, екінші жақтағы лескамызды осы крючоктың ішінен өткізіп, бекітеміз. Сол кезде біз бұрылған болып саналамыз. Енді екінші қатарға көшу үшін дәл осылай тағы да қайталаймыз. Бір жақ лескамызға 3 моншақ саламыз. Крючок жасап бекітеміз. Мінекей біз екінші қатарға көштік. Енді 2 моншақпен тоқитын боламыз. Мына тұрған лескамызды астыңғы моншақтан өткізіп отырамыз. Енді екінші жақтағы лескамызға 2 моншақ өткіземіз. Соңғысына крючок жасап, екінші жақтағы лескамызды осы крючоктың ішінен өткізіп бекітеміз. Дәл осылай қайталаймыз. Мына тұрған лескамызды астыңғы моншақтан өткіземіз. Каждый тоқыған сайын осы астыңғы моншағымыздан осы астыңғы лескамызды өткізіп отырамыз. Жоғары жақтағы лескамызға 2 моншақ өткізіп бекітеміз. Мінекей дәл осылай жоғары қарай 27 қатар тоқитын боламыз. Біз қазір екінші қатарды тоқып жатырмыз. Енді 27 қатарды да дәл осылай тоқимыз. Мінекей достар, біз 27 қатарды да тоқып болдық. Қараңыздар. Мінекей
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Мінекей, мына жағы 27 қатар, мына жағы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 қатар. Енді біз бұны 2-ге бүктейміз. Қараңыздар. Екі жағын бірдей қылып, 2-ге бүктейміз дағы. Осы екі жағын тоқып шығатын боламыз. Лескамызды аламыз дағы. Мына тұрған 3 моншақтан бірден өткіземіз. Өткіздік. Енді лескамыздың басын теңестіреміз бірдей қылып. Бір жағы ұзын, бір жағы қысқа болып қалмасын. Енді осында кез келген лескамызға бір моншақ өткіземіз. Крючок жасап бекітеміз. Енді отырған екі жақтағы моншағымыздан осы лескаларымызды өткіземіз. Енді мына жақтағы лескамызды өткіземіз. Және де енді осында бір моншақ өткізіп бекітеміз. Қараңыздар достар, дәл осылай, осы екі жағында бірдей қылып, осылай бекітіп шығатын боламыз. Міне достар, екі жағында тоқып болды. Қараңыздар, екі шеті осылай көрінеді, астыңғы жағы, іші осылай көрінеді. Енді біз бұл сөмкеміздің алдындағы жабатын жерін тоқитын боламыз. Осылай 3 бұрышты етіп. 4 бұрышты етіп те тоқуға болады. Мен қазір 3 бұрышты етіп тоқитын боламын. Тоқу үшін ең бірінші осы тұрған соңғы моншағымыздан лескамызды өткіземіз дағы. Мына тұрған жоғары жақтағы лескамызға 3 моншақ өткіземіз. Крючок жасап бекітеміз. Мына тұрған лескамызды астыңғы моншақтан өткіземіз. Жоғары жақтағы лескамызға 2 моншақ өткіземіз. Дәл осылай жоғары қарай 4 қатар тоқып шығатын боламыз. Міне достар, 4 қатар тоқыдық, қараңыздар. Енді біз қараңыздар, бұл жерде енді біз мына басын 3 бұрышты етеміз. 4 қатар тоқып болғаннан кейін ғана біз 3 бұрышты етеміз. Ол үшін мына тұрған лескамызды артқа қарай өткіземіз. Кері қарай. Мына моншақтан өткіземіз. Және де жоғары қарай тағы да өткіземіз. Енді келесі лескамызды дәл осы моншақтан өткіземіз. Астыңғы моншақтан өткіземіз. Енді жоғары қарай өткіземіз.
Және де жоғарыда тұрған мына моншақтан осы екі лескамызды айқастырып өткізетін боламыз. Мінекей, біз қараңыздар, мына тұрған моншақтан мына моншаққа көштік. Үш бұрышты етіп жасау үшін осындай етіп тоқитын боласыздар. Енді жоғары жақтағы лескамызға осы үш моншақты өткіземіз. Крючок жасап бекітеміз. Мінекей, ары қарай тоқу өте оңай. Алдындағы тоқып келе жатқандай етіп, дәл осыны да осылай тоқитын боламыз. Екі моншақ өткізіп, ары қарай осылай жалғастыра бересіздер. Көріп тұрғандарыңыздай, бізде уже үш бұрышты болып келе жатыр алдыңғы жағымыз. Мінекей. Енді дәл осылай үш бұрышты етіп ары қарай жалғастырып тоқи бересіздер. Мінекей достар, біз тоқып болып қалдық. Қараңыздар, алдыңғы жабатын жері осылай көрінеді, іші осылай көрінеді. Енді біз бұның осылай иыққа ілетін ручкасын жасайтын боламыз. Ол үшін лескамызды аламыздағы мына тұрған шетіндегі бір моншақтан өткіземіз. Және де екі лескамыздың басын бір-біріне теңестіреміз. Осы теңескен лескамызға моншағымызды өткізетін боламыз. Өзімізге ыңғайлы етіп, өзіміздің размерімізге шақтап, моншақ өткізетін боласыздар. Мінекей, моншағымызды өткізіп болғаннан кейін келесі жағына жалғайтын боламыз. Оны жалғау үшін қараңыздар, соңғы моншаққа лескамызды өткіземіз, айқастырып екі лескамызды да. Одан кейін ары қарай лескамызды бекітетін боламыз. Егер бекіту жайлы түсінбесеңіздер, менің арнамда осы бекітуге арналған арнайы видеоролик бар. Сол видеоны көріп түсінулеріңізге болады. Өте оңай. Мінекей достар, осымен біздің сөмкеміз дайын болды. Қараңыздар, өте әдемі болып шықты. Қараңыздар, осылай өздеріңіз қолдарыңызбен тоқып алсаңыздар өте керемет. Мына арада алдына жабатын жерінде осындай ілетін жасасаңыздар да болады. Егер ұнамаса жасамасаңыздар да болады. Өз еріктеріңізде. Осымен біздің видеомыз аяқталды. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен бірге болған қолөнер арнасы. Қош сау болыңыздар.